Награда для авторов деген функциясы бар. Монетизациясы жүргізілген TikTok парақшаны қалайша дұрыс ашу керектігі туралы видеоны дәл қазір көрсетеміз. Сондықтан да осы видеоны жіберіп алмай соңына дейін қараңыз. Ең бірінші істейтін нәрсе ол настройкаға кіреміз де осы жерден местоположение болатын болса соны өшіріп тастаймыз. Көрдіңіздер ғой, сізде қосылып тұрса геолокация деп тұруы мүмкін, біреулеріңізге местоположение, соны өшіріп тастаймыз. Осы жерге Outlook деп жазамыз. Міне Outlook почта, достар. Gmail емес, себебі Gmail тіркесеңіз сізде телефон номері тіркеу керек болады. Сондықтан да біз осы почтаны ашатын боламыз. Осы жерден создать бесплатную учетную запись дегенді басамыз. Қазір осы жерге аты жөнімізді жазайық. Так, мына жаққа достар фамилия, имя дегенге толыққанды өзіңіздің аты жөніңізді жазыңыз. Ең маңыздысы достар, странаға біздікі көрсетеміз қазір Южная Корея. Болмаса Францияны көрсетуге болады. Яғни монетизация қай жаққа рұқсат етілген, сол мемлекетті көрсетсеңіз болады. Корея Народно-демократическая республика етіп қалмасын достар, Солтүстік Корея болды. Яғни Корея республика керек бізге. День рождения, год, яғни өзіңіздің шынайы туған жылыңызды көрсетуге тырысыңыз. Кейін осындай проверкадан өтеміз, яғни сіз өзіңіздің робот емес екеніңізді дәлелдеуіңіз керек. Проверка завершена, достар, міне. Айтпақшы өтініш достар, егер де ақпаратым пайдалы болса, бұл видеоны сақтап қоюды және барлық достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.